Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз сөмкеңде не бар? Жаңа сөздермен таныс болайық. Бұл сөмке, бұл кітап, бұл блокнот, бұл көзілдірік, бұл ақша, бұл қарындаш, бұл телефон, бұл құлаққап, бұл әмиян, бұл кілт, бұл қол сағат, бұл қалам, бұл айна, бұл тарақ, бұл әтір, бұл ноутбук. Ендігі тапсырма. Бұл әмиян ба? Жоқ, бұл сөмке. Бұл кітап па? Иә, бұл кітап. Бұл қалам ба? Жоқ, бұл қарындаш. Бұл сөмке ме? Жоқ, бұл қол сағаты. Бұл айна ма? Иә, бұл айна. Келесі тапсырма. Суретке мұқият қара. Бұл Әлия. Әлияның сөмкесінде не бар? Дұрыс айтасың. Әлияның сөмкесінде кілт, әмиян, тарақ және көзілдірік бар. Бүгінгі сабаққа қатысты жаңа сөздермен танысайық. Бұл қалың кітап. Бұл жұқа кітап. Бұл көп қарындаш. Бұл аз қарындаш. Бұл таза көзілдірік. Бұл кір көзілдірік. Бұл ескі сөмке. Бұл жаңа сөмке. Бұл үлкен кілт. Бұл кіші кілт. Бұл қымбат телефон. Бұл арзан телефон. Ендігі тапсырма. Бұл қалың кітап па, жұқа кітап па? Иә, бұл жұқа кітап. Бұл аз қарындаш па, көп қарындаш па? Иә, бұл аз қарындаш. Бұл жаңа сөмке ме, ескі сөмке ме? Дұрыс айтасың, бұл жаңа сөмке. Бұл таза көзілдірік пе, кір көзілдірік пе? Иә, бұл кір көзілдірік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!